Санның кубын жақсылап анықтап түсіну үшін текше және оның көлемін табуды қарастырайық. Текше бұл үш өлшемі бар фигура. Сондықтан оның көлемін табу үшін оның қабырғаларын бір-біріне 3 рет көбейту керек. Қабырғасы 3 сантиметрге тең болатын текшенің көлемі тең болады 3 сантиметр көбейту 3 сантиметр және көбейту 3 сантиметр. Бұл жазуды санның кубымен алмастыруға болады. Бұл былай оқылады. 3-тің кубы. 3-ті 3-ке көбейтсе 9. 9-ды 3-ке көбейтсе 27. Ендеше 3-тің кубы 27-ге тең. 2-нің кубы 8. 3-тің кубы 27. Сонымен ары қарай жалғаса береді. 10-ның кубы 1000. Санның кубы бұл 3 бірдей а сандарының көбейтіндісі.